Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен асқабақты апельсинді дәммен жасалынатын п.п. запеканкасының рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып отырыңыз. Бізде творогты бөліміне творог, 2 жұмыртқа, йогурт және ванилин ұн қажет болады. Мен рисовый муканы қолдандым. Осылардың барлығын араластыра отырып блендермен дайындап аламыз. Екінші салмамызды дайындайтын боламыз. Оған мен асқабақтарын алдын ала духовкада пісіріп алдым. Және бізге рисовая мука, 2 ұн, 1 апельсин қажет болады. Блендердан осылай жақсылап езіп алғаннан кейін жұмыртқаны қосып араластыра отыра ұнды саламыз. Венчиктің көмегімен ұнды тегіс масса етіп жасап аламыз. Содан кейін осындай апельсиннің теркадан өткізіп қосатын боламыз. Бұл дәм мен түс беретін болады. Біздің запеканкамызға жақсылап араластырып аламыз. 2 салмамыз осылайша дайын болды. Осы салмамызды пергамент қағазын төсеп, арнайы духовкаға салатын қалыпқа салып, құйып отырамыз кезек-кезекпен. Видеода көрсетілгендей бір тегіс етіп алыңыздар. Ағаштың көмегімен осылай әрлеп аламыз. Ал енді менің каналыма жазылып, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Запеканкамыз дайын болды. 180 градуста 25-30 минуттың ішінде дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай, дәмді әрі п.п. запеканка. Сіздер де жақындарыңызға жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.